Оқушылар, бізде қазір қазақ тілі сабағы. Олай болса, оқулығымыз бен дәптерімізді ашайық. Дәптерлерімізге күннің жады мен тақырыпты жазамыз. 10 сәуір сынып жұмысы. Талқылауға арналған сұрақтар. Етістік дегеніміз не? Етістіктерге қойылатын сұрақтарды атаңыздар. Терме диктант. Айнала, ойнады, терді, басты, оқыды, күлді, жапырақ, сөз, бастады, қозғалды сөздерінен етістіктер теріп дәптерлерімізге жазамыз. 16 жаттығу. Жұмбақтарды көркемдеп жазып, шешуін табамыз. 17 жаттығу. Оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Осы сөздердегі етістіктердің синонимдерін тауып жазамыз. 18 жаттығу. Сұрақтардың орнына қажетті сөздерді қойып, көшіріп жазамыз.